Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Сабағымызға қосылмас бұрын бірінші жалпы бұл пән бойынша не үйреніп не білетінімізді барлығымыз бұған дейін өткенбіз. Яғни жүк көтергіш автокөліктер бойынша сіздерге қазір презентация бойынша экраннан шығарып сабағымызды бастайтын боламыз. Бірінші бұған дейінгі өткен сабақтарымызды белсенділікті арттыру үшін сұрақ жауап. Студенттер сіздерге сұрақ қойылып отыр. Яғни бірінші экскаваторлар жұмысы қандай, яғни қандай қызметтерге қолданылады, кім жауап береді? Экскаватор дегеніміз не жалпы? Экскаваторлар бойынша қандай қызмет атқарамыз? Қандай қызмет атқарады? Сол бойынша кім жауап береді? Және де екінші сұрақ, сұйықтық тасымалдау автокөлігінің жұмыс принципі қандай? Және де үшінші, бетон, тасқыш және ағаш автокөліктер құрылысы және жұмысы қандай? Осы сұрақтар бойынша жауап береміз. Бетон, тасқыш автокөліктер. Сұйықтық цистерна ма? Цистерна, иә. Бөгеттерде сақтай ма? Цистернасы, яғни қосымша құрылғысы бар жабдықталған автокөліктер, иә. Сұйықтық не тасымалдайды автокөліктер? Сұйықтық қандай заттар? Дұрыс айтасыздар, мұнай, тағы. Сабағымыздың мақсаты жүк көтергіш автокөліктердің жұмыс істеу принциптерімен танысу және де жоспарда айта кететін болсақ, бірінші арнайы автокөліктердің құрылғылары, және де екінші жоспардың тұтандыру жүйесі, және де үшінші жалпы осы жүк автокөліктеріне техникалық қызмет көрсету. Сіздер астарыңызда көрсетілгендей, мынау YouTube ссылкадан бірінші видеомызды көріп алайық. Жалпы жүк көтергіш, яғни погрузчик автокөліктеріміз қарап отырсаңыздар қандай екен. Жалпы жүк көтергіш автокөліктеріміз, яғни жүк тиегіш, алдында шөміші бар, яғни ковш деп аталады. Ковштың жалпы қызметі бойынша көріп отқандай көбінесе құрылыс саласында көптеп қолданылады. Енді бірінші жоспар бойынша видеоны көріп алдық. Енді арнайы автокөлік құрылғыларының жалпы жүк көтергіш жұмыс принципіне байланысты жіктелуіне тоқталатын болса, көрініп отыр ғой сіздерге, студенттер. Екінші жоспар бойынша осы автокөліктеріміз, арнайы автокөліктердің тұтандыру жүйесі бойынша олар құрылысына тоқталайық. Яғни бензин карбюратор қозғалғышының электрмен жабдықтау жүйесінің схемасы. Олар бірінші резервуар, сүзгі, отын беру сорғысы, жұқа сүзгі отынды тазалау, карбюратор, ауа сүзгісі, тиесінше бірақ тұтыну және сарқындау құбырлар және отын желісі, яғни осы тұтандыру жүйесі бойынша, яғни қоректендіру немесе оталдыру деген сияқты осы негізгі бөлшектерден тұрады екі. Және де сіздерге Жамбыл типі порталында және де осы презентациямыз бойынша сіздерге сұрақ беріліп отыр. Бұл Жамбыл типі порталында сіздерге үй тапсырмасы ретінде лекция жинағында осы бақылау сұрақтары берілген. Сіздер осы бақылау сұрақтарын жаза отырып арқылы кері байланысқа шығып жауап бересіздер. Осы үш деңгей көрсетілген және де осы сұрақтар сіздерге берілген Жамбыл типіда. Түсінікті ғой? Және де екінші тапсырма бойынша осы мынау мультиурок ссылкасы бойынша бұған дейін де тапсырып жүргендей осы мультиурок ссылкаға кіре отырып арқылы өздерінің аты жөніңізді жазып 5 сұрақтық тест тапсырмасы бар. Соны тапсыратын боласыздар. Яғни осы бүгінгі өткен жүк тиегіш көтергіш автокөліктер бойынша сұрақтарымыз. Және де үй тапсырмасы сіздерге осы жүк көтергіш қызметтерінің сипаттамасы ретінде Алиев және Жүнісбековтің тракторлар мен автомобильдердің 20-26 беттер бойынша лекция жинағы беріліп отыр. Және де осы көрсетілген видеомыз сіздерге Жамбыл типі порталында классын жұмысында да ссылкасы беріліп отыр. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.